Ассалаумағалейкум қадірменді футбол жанкүйерлері. Роналду бастаған Португалия құрамасы Өзбекстан құрамасымен жолығып 5-0 есебімен сенімді жеңіске жетті. Бұл матчта Роналду барлық хейтерлеріне жойқын түрде жауап қайтарып дубль жасады. Ойын қалай өрбіді? Роналду қандай рекордтар жасады? Өзбек бауырларымыздың топтан шығуға мүмкіндігі бар ма? Ойыннан кейін футболшылар не айтты? Осының барлығы біздің бүгінгі шығарылымда. Видео басталмай тұрып, қазақ тіліндегі футболға қатысты арнамызды қолдап тіркеліп, видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Ендеше бастаймыз. Турнирді сәтсіз бастаған Португалия құрамасын дәл бұл матчта жеңіске жетуден басқа ештеңе қызықтырған жоқ. Сол себепті олар алғашқы минуттан-ақ шабуылға бірден лап қойып, өз білгендерін жасады. Ең өкініштісі өзбек бауырларымыз нағыз ашу-ызаға булыққан, қаһарына мінген құрамаға тап болып қалды. Әйтпесе мүлдем басқаша ойынды көрер едік. Әсіресе 41 жастағы Роналду бұл матчқа нағыз ашушаң күйде шыққаны бірден байқалды. Басты бәсекелестері Месси, Мбаппе, Холланд сынды ойыншылардың топырлатып гол соғып жатқаны оның одан бетер шамына тигені айтпасақ та түсінікті. Португалия бұл қызық ойында 5-0 есебімен тасталқан етті. Кездесудің басты қаһарманы 41 жастағы Криштиану Роналду атанды. Ол 6 және 19 минуттарда көзге түсіп, әлі де бабында екендігін көрсетті. Одан бөлек Нуну Мендеш және Рафаэль Леоларда көзге түсті. Өзбек ойыншылары керемет гол соғып еді, алайда өкінішке орай бұл голы есепке алынбады. Егер есептелгенде ойын тағдыры басқаша болар ма еді, кім білсін. Өзбек ағайындарды кінәлап тым да қажет емес, өйткені бұл азуын айға білеген Португалия. Келесі ойында бауырларымыз Конго құрамасын жеңсе екен дейміз. Сонда топтан 3-ші орынмен шығуға мүмкіндік болады. Кеше Криштиану расымен де барлығын шоқ қылып тастады. Оның дәл мұндай деңгейдегі жойқын ойын көрсетпегені қай заман. Ол үнемі қозғалыста болды, доптарға таласты, жас ойыншылардан кем қалмай жүгіріп жүрді. Одан да көк гол соғатындай мүмкіндіктері болды. Алайда Өзбекстан құрамасының қорғаушылары мүмкіндік бермеді. Ойын аяқталғаннан кейін тілшілер Роналдуға Месси туралы бір сұрақ қояйын деп еді. Роналду тілшінің сөзін аяқтамай жатып, келесі сұрақ қоюын талап етті. Криштиану Роналду Португалия құрамасы үшін ерекше рекорд орнатты. Роналдудың әлем чемпионаттарында құрама жейдесіндегі соққан голдарының жалпы саны 10-ға жетті. Бұл көрсеткішпен ол Португалия тарихында әлем чемпионатында ең көп гол соққан ойыншы атанды. Осыған дейінгі рекорд Эйсебиоға тиесілі болған еді. Сонымен қатар Роналду 6 әлем чемпионаты қатарынан гол соғып көзге түсе алған тарихтағы ең алғашқы ойыншы атанды. Матч соңында Криштиану Роналду камераға қарап, мен оралдым деп айғайлады. Және Криштианудың бұл әрекеті көпшіліктің арасында қызу талқыланып жатыр. Әрі қарай біз футболшылардың ойыннан кейінгі пікірлерін баяндаймыз. Одан бұрын біздің арнаға тіркеліп, еңбегімізді бағалап, видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Осы әлем чемпионаты бойы бұйыртса, осы секілді көптеген видеолар шығады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Менің байқағаным, біздің арнада Мессидің жанкүйерлері почти айтқанда жоқ екен. Біз тек Португалия ойындарына ғана талдау жасамаймыз. Мәселен, кеше Аргентина мен Мессидің ойыннан талқылап видео шығарып едік, ешқандай белсенділік байқалмады. Ал Португалия жайлы видеоларымыз бірден қаралым жинап, белсенділік байқалады. Сондықтан ол видеоны көрмеген болсаңыздар, қарап кетіңіздер. Кешегі ойын жайында не айтасыздар? Роналду, Мбаппе және Мессилермен бәсекелесе ала ма? Қалай ойлайсыздар? Пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Өткен ойынмен салыстырғанда бұл жолы біз бос аймақтарды әлдеқайда тиімді пайдаландық. Шабуылды флангтармен және ең қауіпті саналатын қорғаныс шептерінің арасымен де сәтті жүргіздік. Өткен жолы орталыққа тым кептеліп қалған едік, ал бүгін шабуылдың қос нұсқасында іске қостық. Бізде анта мен жігер жағынан ешқашан мәселе болған емес. Мәселе тек өткендегі ойында тактикамыздың дұрыс жүзеге аспағанда еді. Алғашқы матчтағы тең ойын әлі ештеңені де шешпейді. Кезінде Испания мен Аргентинада мундиалды сәтсіз бастап, кейін бәрібірде чемпион атанған. Негізінен Конго осал қарсылас емес, бірақ та біз психологиялық қысымға жақсы төтеп бере алдық. Бүгінгі ойынымыз соның дәлелі. Әлем кубогын ұтып алу әр қайсымыздың асқақ арманымыз. Біз әр матчқа жеке-жеке дайындалып, осы арманды орындау үшін барымызды салатын боламыз. Роналдуға 1-1 сантиметр бос кеңістік беруге болмайды. Бұған жол беріп қойсаң, онда өлдім дей бер. Біз 2 голды да өте жылдам өткізіп алдық. Алаң ортасында да, флангтарда да, осыншалықты қуатты Португалияға қарсы ойнағанда бәрі әлде қайда қиындай түседі. Бірінші матчпен салыстырғанда бұл жолы Португалияның жігері мен мотивациясының әлде қайда жоғары болғанын байқадым.
Біз бірінші сәтсіз ойыннан кейін түзетуге тиіс болған нәрсемізді жасадық. Жоау Невеш ойында керемет жүргізіп, пастарды өте сәтті асырып отырды. Педро Нето да фланктарды өте тиімді пайдалана білді. Криштиано голдар үшін өмір сүреді. Сәйкесінше бізге де голдарды соғу үшін Криштиано қажет. Өйткені біз оның бүкіл тарихтағы ең үздік бомбардир екенін және әрдайым голға аш екенін жақсы білеміз. Біз тек Криштианоды ғана емес, жалпы шабуылшыларымызды барынша доппен қамтамасыз етуге тырысуымыз керек. Бірақ та Роналду біздің шабуылдағы басты бағдарымыз болғандықтан, оған гол соғатындай сәттерді жасау үшін барымызды салуымыз қажет. Бірінші ойында біз бұны жасай алмадық. Бұл талпыныстың жоқтығынан емес, бәлкім сәл қобалжу болғандықтан және допты жоғалтып алмайық деп, ойынды тым қатты бақылауға тырысқанымыздан шығар. Ал бүгін доппен жылдамырақ интенсивті қимылдадық. Тікелей алдыға қарай ұмтылып ойнадық. Мүлдем басқа динамикамен бақылау көрсете алдық. Португалия құрамасы наконец-то команда болып бірге бастаған тәрізді. Оны мына Фернандештің сөзінен ақ түсінсек болады. Егер сөзінен айнып қалмаса, Роналдуға бейімделіп ойнау қажетпіз деп өз айтып тұр. Еске салсақ, Конгомен болған матчта Португал ойыншылары Роналдуға бірде-бір жөнді пас жасамаған еді. Ал енді міне Өзбекстанмен болған матчта Роналдуға негізделіп ойнау еді, бірде нәтиже байқалды. Осы қарқынмен Португалия біразға барады деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мен байқаған нәрсені сіздер де байқаған шығарсыздар. Мен өте қуаныштымын, бірақ та мен үшін ең бастысы командамның атқарған зор жұмысы және өзімізге деген сенімділік. Осы апта бойы бізге соққының үстіне соққы жасалды. Біз мұндай қысымның болатынын білдік. Бірақ та команда керемет жұмыс істеп, өз ойынымызды айтарлықтай күшейттік. Басты мақсат топтық кезеңнен өту болатын. 4 ұпаймен келесі кезеңге жолдамадық деп ойлаймын. Қазір топтағы жағдайымыз бен алда күтіп тұрған Колумбияға қарсы ауыр матч туралы ойлаған маңыздырақ. Өткен апта өте қиын болды. Жұртшылық бізге, маған және бапкерге тым қатал қарады. Десе де ісің алға баспай тұрғанда мұндай сынның болуы заңдылық. Бірақ жігіттермен бірге жоғары деңгейде келе жатқанымыз бұл жақсы белгі. Бүгін Португалия 5 гол соқты. Бұл мүлдем оңай емес. Шыны керек, мен өте бақыттымын. Қазір демалып тек алға жылжуымыз керек. Еңбек еткенді Құдай қолдайды. Командаластарымның мені қолдайтынына сенімді болдым. Шынымен де өте ауыр апта өтті. Тіпті бір сәтте футболда мүлдем алыс кетіп қалғандай күйде болдым. Бірақ мен әдеттегідей сабыр сақтадым. Өйткені бұл өмірде бәрінен бұрын адал еңбекке сенемін. Жолымыз жеңіл болған жоқ. Бірақ та ең бастысы біз үлкен сахнаға қайта оралдық. Тілшілердің бірі Роналдуға Португалия мен Аргентина құрамаларының жолығуы мүмкін екендігі туралы сұрақ қойып еді, оған Криштиано былай деп жауап берді. Не айтарымды да білмеймін, бұл сұрақтың қазір еш мәні жоқ. Мұндай текетірес әрине керемет болар еді, бірақ та бүгінгі күннің ең басты міндеті жеңіске жетіп, топтан шығу және келесі кезеңге тас түйін дайын болу болатын. Алда Колумбиямен өте ауыр матч күтіп тұр. Бірақ та біз үшін плей-оффқа шығу өте маңызды болды және біз бұны орындадық. Мен командама көмектестім, жігіттер де өте тамаша ойнады. Біз алға жылжып жатырмыз. Бұл Конгомен болған сәтсіз ойынға командамның берген нақты жауабы болды. Турнирде алға басу үшін кейде дәл осындай қиын матчтардан да өту керек екен. Нәтижеге өте ризамын. Өткен ойында психологиялық қысым болғаны рас, ал бүгін нақты жоспары бар, жақсы ұйымдасқан қарсыласқа қарсы өте жинақ ойнадық. Тактикалық тәртіпті сақтай алдық. Бұл бізге үлкен көмек болды. Криштианудың аяқ алаңындағы қимылы нағыз орталық шабуылшының үлгісі. Бүгін доп ақыры қақпаға кірді, бірақ та ең бастысы Роналду әр матчта қауіпті сәтте жасай алады. Форвард үшін ең қиыны да осы. Португалия турнирдің басты фаворитіме мен әзірге олай айтпас едім. Соңғы күндері біз сыртқа әңгімелерге мән бермей, тек өз ісімізге назар аударуды үйрендік. Құрамада бәсекелестік өте жоғары, әлі алаңға шықпаған жігіттер үшін ішім ашиды. Сыртқы қысымға сабырмен қараймыз. Дәл осы ауызбіршілігіміз бізге қиын сәттерден өтуге көмектесті. Роналду, ол бәріне үлгі, нағыз капитан. Ол бұл екі голға әбден лайықты болды. Ол үнемі мүмкіндіктер тауып, киім ауыстыратын бөлмедегі жауапкершілікті өз мойнына алып, командаға зор көмегін тигізіп жүр. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса, лайктарыңызды басуда, сондай арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Бізде басқа да өте қызықты видеолар жетерлік, көруге кеңес береміз. Келесі кездескенше аман болайық.